Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге 30 минутта дайын болатын, табада пісірілетін сүтті қыз тортының рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Құрамына ұн, сгущенка, жұмыртқа және қопсытқыш керек. Ең алдымен жұмыртқамызды салып венчикпен кішкене араластырып аламыз. Содан соң сгущенкамызды қосып, тағы да араластырамыз. Ұнымызға қопсытқышты салып, екеуін араластырып қоямыз. Сұйық массамызға ұнымызды електен өткізіп, 2-3 бөлікке бөліп, қосып отырып, араластырып отырамыз. Массамыз қоюланған кезде қолмен илеп, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз орташа жұмсақтықта болу керек және 20 минуттай қойып қоямыз. 20 минут тұрды. Енді бірнеше бөлікке бөлеміз. Өте жұқалап жаямыз. Өте жұқа болғаны дұрыс. Тарелкамен немесе осындай қақпақтың көмегімен бір келкі форманы кесіп аламыз. Мендегі форма 19 диаметрлі. Қызып тұрған табамызға жұқалап жайылған қамырымызды екі жағынан пісіріп аламыз. Піскен кезде беті жаңағыдай көпіршіктенеді, екінші бетін аударамыз. Менде 7 корж шықты. Енді кремін дайындаймыз. Кремін өте қарапайым жасаймын. Қаймақ және сгущенканы араластырамыз. Тортымызды жинаймыз. Крем шамамен 2-3 ас қасықтай кетеді. Корж, крем етіп жинаймыз. Жиналған тортымызды 1,5-2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Сонда крем толықтай сіңіп, торт өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Менің тортым тоңазытқышта шамамен 3 сағаттай тұрды. Осылай құлпынайдың көмегімен әсемдедім. Өз қалауыңызша, фантазияңыз бойынша әсемдеуге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Оңай әрі жылдам дайындалады. Отбасыларыңызға ұнайтынына толықтай сенімдімін. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.